Армысыздар достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. Бүгін жайдарманда ерекше мереке. Өнері жастардың басын қосқан біздің әзіл отауымыздың туған күні тұңғыш рет елордамызда өтуде. Бұл бір жаңалық болса, тағы бір ерекшелік. Биылғы арнайы жобамыз Астананың туған күніне арналып отыр. Ендеше туған күніңмен жайдарман, туған күніңмен Астана. Достар, биылғы маусымның басында осы жобаны жоспарлаған кезде бізде әрине бірнеше ойлар болды. Ал ең бастысы бұл жобаның аясында барлық осы қазақша КВН, яғни жайдарман сайыстарына қатысы бар жандардың басын біріктіру болатын. Бүгін соның айғағы туған күн арнайы жобасына 3 бірдей команда қатысып отыр, және бұл командалар жай командалар емес, барлығы қазақша КВН ойындарының жұлдыздарынан құралған топтар. Командаларды таныстыруды біздер ойын барысында сіздерге айтармыз, себебі бірнеше құпияларымыз бар. Алдымен бүгінгі сайысты әділ бағалайтын қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Айтыскер ақын Айбек Қалиев. Қазақстан ұлттық телеарнасы төрайымының орынбасары Мәди Манатбек. Алғаш рет жайдарман сайыстарында Астана телеарнасының бас директоры Ләззат Танысбай. Қазылар алқасының тұрақты мүшесі, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов. Және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі басқарма бастығы Ғабидулла Оспанқұлов. Қымбатты достар, бүгінгі арнайы жобамыз 3 сайыстан тұрады: сәлемдесу, ширату және еркін сайыс. Сәлемдесу ортада республикалық премьер-лига, сонымен қатар республикалық мектепаралық чемпионаттардан құралған інілер құрамасы болашақ. Біздің команда жан-жақтан тез жиналғанымен, сөзді кім бастайтыны біз үшін басты мәселе болды. Мен бастаймын, айналайын. Мен бастаймын. Қалай сен бастайсың? Мен бастаймын. Тоқтат! Мен бастаймын. Неге сен бастайсың? Мен Алматыдан Астанаға келіп отырмын. Алматыдан Астанаға. Айналайын. Алматыдан Астанаға келген бәрі әкім болу міндетті емес. Былай тұр. Міне дұрыс айтасыз. Мені көріп айтып тұрған болар, сонау Арқалық қаласынан келгендіктен мен бастауым керек. Сен бастамайсың. Неге мен бастамайым? Арқалық картада жоқ. Ел ағасы. Ау. Рухани Астана, Түркістан бастасын. Бастамайсың сен. Ай неге? Сен дәрет алуың керек. Былай тұр. Енді маған ешкім талас жоқ шығар. Мен Жуалы ауданынан келдім, ол ауыл, сондықтан да бірінші ауыл бастау керек, ауылды көтеру керек. Дипломың бар ау деймін. Құдайға шүкір. Алданып қалған жоқсыңдар. Ондай кемшіліктерді айтпайықшы бұл жерде, мақұл ма? Біз бастауымыз керек. Біз бастамандығын бастайды. Семей, рухани қала, Абай Мұхтар Шәкәрім туған, Евразия кіндігі. Дұрыс былай. Біз Павлодар облысынан келдік. Сондықтан Максим бастау керек. Неге Максим бастау керек? Өйткені бізде Павлодарда бәрін Максим секілділер бастайды. Айналайын, Максим, сен бастай алмайсың. Сен анау Целиноград кезінде бастауың керек. Қазір Астана. Кешір. Ойын Астанада өтіп атқаннан кейін Астана бастасын. Мен бастаймын. Астаналық. Сен бастамайсың. Астанаға келіп мен әлі Астананың адамын көрмеппін, былай тұр. Мынау енді кім бастайды деген мәселе бізді мазалап жатыр. Шешіп берейін. Кеш жарық Астана! Зал тып-тыныш. Көрдің бе ондасын, сені ешкім танымайды. Қойшы айналайын, сендерді ешкім танымайды мына жерде. Сол ғой, бізді де сені де ешкім танымайды. Сондықтан бәріміз бірігіп, қосылып, бірге бастайық. Жарайды, көрейік, 1-2-3 кеттік. Кеш жарық Астана! Өй, сәлемдесті. Жарайды, бүгін туған күн. Иә. Туған күнге сыйлық керек, бар ма? Бар. Оппа. Екібастұз жерінен өтірмін. Екібастұз көмір ортасы. Көмір отаны демекші. Ал енді мына Есен аға, мынау сізге ұялы телефон. Мен Максимге қосылам. Неге сен Максимге қосыласың? Өйткені бізде Павлодарда Максим секілділерге қосылады. Мен ауылдан келдім, жаңа айтып кеттім өзім. Сондықтан да мен нағыз сыйлықтың төресін ақ келдім сіздерге. Міне,
Не бұл? Қабылдамаңыздар. Соғым. О, Ет. ет. Аш көр. ит бар жерде бет Той ғой бізде енді. ақымақ басын қаға ма мынауың түрі ғой Енді ауылда көретін түк жоқ қой. Астананы көрсін дедік та бір. көпті көрген қойды Ал енді мынау Семей ордасы не дейді? енді біз жыр шумақтың ордасымыз Дұрыс. өлең мынау үндетіп отырған балаларға арналады беске келсе қиынаймыз біз баланы қайраймыз қайшыменен ұстараны доктор керегі жоқ доктор дәрежесі мынандайға қысқарады керемет ел ағасы ең керемет сыйлық мына қолдан жасалған сыйлық Дұрыс айтады. Қолдан жасалған сыйлық. сондықтан да мына Түркістаннан 2 қолдан жасалған сыйлық бата бірінші орнаңдар аумин мына кісінің сыйлығы сыйлық болмады нағыз сыйлықты мен әкелдім Не сыйлық? евро ремонт жасалған люстрасына алтын жалатылған 2 бөлмелі пәтердің кілті арқалықтың қақ ортасында Адам толтыра алмайатсыңдар ау деймін, тырысып жатырмыз енді Ал, мынау Астана не алып кепті бізге? Қой, Астана не алып көпті? Біз Астана алмасақ бере алмаймыз? тұйықты Ақылдысыңдар, алып үйреніп қалғансыңдар ғой. Қойсаңдар şimdi халықтан. Жат қойсай. Алматы құралақан келген жоқ. Мына залда отырған көрермендердің барлығы және де өздерің де білесіңдер, Премьер-лига ойындары Алматы қаласында өтеді. Сондықтан да мына жиналған сыйлықтардың барлығы Алматы қаласының атынан. Ойнап айтам бұл. Жарайды, сыйлық беріп пе қатырмадыңдар. Менде мынандай бір керемет ұсыныс бар. Тыңдаңдар мені. Мынау енді КВН-нің атын Жайдарман қылып ауыстырдық. Бірақ енді әлі күнге дейін әуені орысша. Менде мынандай бір ұсыныс бар да, осы әуенмен бастасақ, әдем болар ма еді. 1-2-3 кеттік. Осы өмірге лайық ойын бастап жар келеді әлейе саған топты жарып жар. Армысыздар достар, армысыздар Жайдарман сүйер қауым. Бүгін ерекше ойын, өйткені біз осы арнайы жобамызды елордамыз Астана қаласының туған күніне арнап отырмыз. Ендеше туған күнмен Жайдарман, туған күнмен Астана. Ұқсайды? Есена айнымайды ғымнау, қарасай? Алмайды. Ай, Қытайдың да шығармайтын жоқ, Ұқсайды? Сен, суап кеш па? Жүгір, біз шөлдеп тұрық, суап кеш. айналайын сен басын қаған ма, неге жұмсап жүрдің? Енді осындайда жұмсап қалайық та. Автограф Ой, балалы базар дейді. Не болып жатыр? Суретке түсіп жатыр. Кіммен? Есен ағамен. Есен ағаң міні тұр ғой? Ал, фотошоп айналайын. Ол кісі мектеп лигасын жүргізбейді ғой, бізге осы кісі жарайды. Тоқта, не мынау сыйлықтарың, мынау сыйлық ба топырлап жатыр. Жайдармандар поле чудес болып кетті ғой, айналайындар ау. Енді поле чудес дегенде бізде туған күн сыйлық әкеліп жатырмыз. Нешеге толып жатыр? 7-ге толып жатырмыз. Піштірілді ма? Оң не қатысы бар шынды ма? Тоқтатыңдар, мынау не шу, шығарама десек, тұр қой артта. Бастарың кім сендердің? Мен емес? Енді кім? Қойшы көп болса, қой арам өледі дейді. Сәлем, қалайсың жақсы өзің? Сіз ба осылардың бастығы? Біле білсеңіз, бұлардың бастығы мына мен. Сіздікі жай ма кеше ғана келіп алып бастық болғыңыз келеді, я? Менің ағам кім екенін білесіз? Менің ағам атышулы таксист. Мадина, тоқта, Мадина. Мен шашадым. Яма жоқ па? Жоқ. Онда өзін тасы. Келесі. Сен бұлай беймен жүрші. Кеттік. Айтпақшы туған күндеріңмен. Біздің қазіргі ең алғашқы әзілімізге Есен ағамыз 2 сағат тоқтамай күлген болатын. Сонымен Есен ағадан ұят болмасын, кішкене күліп отырыңыздар. Есен аға 1992 жылы КВН сахнасында. Барлығымыз алғашқы махаббатымызды қай жерден кездестіретінімізді білмейміз. Сонымен жолдың бойында болған оқиға. Саламатсыз ба Ағалиевтен Бердалиев құжаттарыңыз. Марал? Марал сен бісің?
Марал, мен сенің артынан мектепте 8 жыл бойы жүгірдім ғой. Сөмкеңді асынып алып, үйге дейін шығарып салушы едім ғой, Марал, есіңде ма? Сол кезде мен сені лақтырып кетіп едім ғой. Ханым, көліктен шығыңыз. Көліктен шығыңыз, ханым. Құжаттарыңыз. Аптечка қайда? Аптечка қайда? Басың қағама сенің? Аптечка қайда? Басың қағама, әні жатыр аптечка, әні Жоқ жатыр. па аптечка? Жоқ па? Айыппұл толтырам. Әні жатыр аптечка. Еркебұлан, сенің ондайың жоқ еді ғой? Еркебұлан. Неге кетіп құрсақ тұрсың? Бәрін басынан бастайық та? Бастасақ бастайық. Аға лейтенант Бердалиев, аптечка қайда? Кетші. Біздің эрамызға дейінгі бірінші ғасырда отбасында болған оқиға. Айналайын балам. Математиканың екі ағың не? Ұят емес па? Жарайды, сенікі кешірімді бай тұрс па? Сен бала биологияның екі ағың не? Жарайды, сенікі де кешірімді. Сен бала тарихтан екі ағың не? Бар жоқ, екі ақбет тарихымыз бар емес пе, жынсың ба? Егерде әскерге ұлдар емес, қыздар шақырылатын болса, онда әскерде мынандай оқиғалар жиі қайталанатын еді. Рота, тұр! Рота, тұр! Рота, тұр! Ту, қыздар, рота деген кім, тұрындаршы? Барлық үлкен қалаларда секонд-хенд бөлімшелері бар. Ал жақында ғана Астана қаласында жұлдыздардың секонд-хенді ашылды. Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Мынау кереметті кимоно кімнің кимоносы? Бұл кимоно мынау белгілі саясаткер Жамбыл Ахметбековтың кимоносы. Қай жерден ол? Мадагаскарда жасалған дей ма? Жо, ол қате жазылған. Бұл Нұр Отанда жасалған. Келіңіз. Есіктің алдына кіре бергенде доп көрдім. Кімнің добы? Ол доп мынау біздің футболшымыз бар ғой. Самат Смақов деген. Соның добы. Самат Смақовтың. Өткенде бізге алып келді, сонымен айттық біз. Әкеңіз бірден әкеп мына жаққа қоя салайық деді. Жоқ деді, мен өзім оны теуіп кіргізем деді. Сөйтіп 45 рет деп, сонымен кірмеді, сол жерде қалды ғой доп. Неге жаңа доп қой? Жаңа доп. Жақсы сау болыңыз. Жерлерің жақсы екен. Мұна тұрған кісі кім? Бұл Құдайберген Бекіш. Бұл кісі жерге өзі келді ғой, иә? Жо, бұл тұрақты көрермендер әкеп тастады. Енді мен өте қызық сұрақ, орыс тілі кітабы неге жатыр мына жерде? Бұл орыс тілі кітабын кеше ғана осы астаналықтар бізге әкеп тастады. Шынымен әкеп тастады ма? Енді бұл арман енді. Болашақтың арманын іске асыру өз қолымызда. Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Биылғы маусым жастар маусымы. Тоқтат! Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал сәлем береді. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Ойын ойнап жүргенде неше жыл болды? 6 жылдай болып қалды енді. 6 жылда ешкім танымайды. 6 ай ойнап бүкіл қазақтың көріп отыр ғой айналайын. Үйіне барсаш бала шағаңа. Қатырады, жарайсың бала, жарайсың. Деме жүрсін де. Кете берсем болады ма? Анашалы дұрыс айтып кетті. Биылғы маусым жастар маусымы. Ескіні есіркегенше жаңаны жаңғыртайық. Қоштасқанда көрерменді қимаспен мен айтамын осы өлеңді қимаймын біздер жүрген сахнаны асыға мен де келдім туған күнге сағынып қауыштық біз достарменен қызығы сол ма дедім жайдарманның көрмесек іздеп жүріп көңіліміз жастық шақ неге сонша ыстық едің астана жарқыраған аспанымдағы сен көркіңе ғашық болдым қас-қағымда жарқыраған болашақ жұлдыздары
Жұлдызға жет алам ба мен аңсаған белгісіз жан Сен аңсаған белгісіз жан Бірге өздерінің сәлемдесуімен інілер құрамасы сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Қымбат достар, ары қарай жалғастырайық. Енді ортада ағалар құрамасы. Бұл ойыншылар республикалық жоғары лигада ойнап жүрген командалардан құралған топ. Ортада ағалар құрамасы осы шақ. Достар, туған күн біз үшін үлкен мереке. Атам қазақ айтады, кішкентай өспей ма, көкең теспей ма деген. Сен бірінші құлағың тесіп ал, жарай ма? Не болды, жиналдыңдар ма? Бүгін туған күн бастаймыз ба? Кәм барлық астаналықтар жиналды ма осында? Нұрмұхан, сен білесің ба, біз астаналық команда болған соң бірінші болып бізге бастаңдар деп жатыр. Көріп тұрмын ғой, енді бәрің жиналдыңдар ма деймін, кәм қалғанын астаналықтар. Ренжімеңіздер, құрметті астаналықтар. Сәл кешіп қалдым. Бүгін туған күн деп отыр. Астананың туған күні ма, мына кісінің туған күні ма? Қуатжан, түрің астаналыққа ұқсамайды ғой. Сен нағыз астаналықтың түрі қандай болатынын білесің ба? Жоқ, білмеймін. Нағыз астаналық әлі 2-3 жаста. Қуатжан, Шымкентше бір мәдениетті амандасты. Салмастар ма? Армысың Астанадай әсем қалам. Жаз келіп, ысып кетті сенің далаң. Жайдарманның бүгінгі туған күніне тағы да келіп қалды сұлу балаң. Шымкенттіктерсіз Астана емес дейді, атам қазақ. Сен атаңды көру керек еді. Ауыз жауылмай деген атаң. Қай жыл өз? Сен тұрмақ, мен көремай жүрмін бұның атасын. Айжан, сен көп сөйлей берме. Сен өзің Қызылордадансың ғой? Не опты Қызылордан көса? Неге бізді шақырып жатыр деп қоймай атсыңдар? Сен не ап түсінбейсің, айтты ғой, Қызылорда дегесі шығып тұрған жоқсың. Айналайын, Қызылорда емес, сыр елі деп айту керек. Сыр қалбасаңды қайдамын, Қызылорда десе шықтық болды. Бақылал, келдік енді, сендер қоймадыңдар, келейік, туған күн, тамаша арнайы жоба, сыйлығымызға дейін дайындап қойдық деп. Жайдарманның туған күні дегеннен кейін барлығымыз сыйлық алып келдік айтқаннан. Кәне, Қызылордадан әкелдік сыйлықты. Енді мақұл, әкелген сыйлықтарымды бүкіл жұрттың көзінше табыс етіңдер енді. Алып кеш, сыйлықты әкел. Міне! Көрдің бе сыйлықты? Мақұл енді, Қызылордадан келген сыйлық екен байқадық енді, мынау не тал? Бұл Қызылордаға симай қалған тал. Көрдің бе? Мақұл, бұл сыйлығың түсінікті болды. Енді екеуміз екі бөлек сыйлық дайындадық дедіңдер ғой. Иә? Енді мынаның сыйлығын көрейік. Анау менің қолөнерім. Өзім егіп осы 7 жыл болды шыққанда осы талдым. Құттыбай өзі қолөнер істеген, өзінің қолмен істеген мамасы. Кән көрейік енді. Жо, көріп қойып. Бұның ішінде керемет картинка бар. Ол картинкіде талдың суреті бар. Содан? Бізді Қызылордан білесіңдер, талды құрметтейді. Талды бізде мықты қарайды. Бізді сондықтан мына картинада талдың суреті болғаннан кейін бұл әрбір қызылордалықтың үйінің төрінде ілініп тұрады. Көрдің ба? Сондықтан да Есен аға мына картинка сіздің жайдарманның төрінде ілініп тұрады деген ниетпен алып келдік. Құтты болсын. Ал, табыстаңдар. Ал енді құрметті көрермендер, біз Қызылорда болғықтан тал жайлы әңгіме айтып жатырмыз. Ал енді біздің жігіттердің арнайы талдарға арналған айтылған тақпағы бар. Иә? Ал, кәнекей. Бастаймыз. Тал қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, егіп тастаңдар. Сыйлықтарыңыз, табыстаңдар. Бастай берек өзіміз онда жинап бітсек. Нұрмұхан, сен өйтіп көп сөйлей бермесейші. Сен Астананың емессің ғой. Сен Тараздықсың ғой. Неғып жүрсің Астанаға? Таразға орал. Қалай бала, амансың ба? Есенсің ба де? Есенсің ба?
Ал енді қуған күндерің құтты болсын. Туған күн. Туған күндерің құтты болсын. Мында Жайдарманның тамадылары толып жүр ғой. Командалары. Командалары толып жүр ғой. Ал енді мына жалпы деймін. Осы Жайдарманға бұрыннан бері қанша командалар ойнады. Сол командалар ойнап келіп кетіп жатқандары бар. Былай қарап тұрсаң деймін, Есен әлі тұр ғой. Былай қарап тұрсаң жоқ қой. Былай қарап тұрсаң кері тұр ғой. Бәсе міне. Фокус дейді бұны. Ал енді мынау Туған күндерің құтты болсын дейміз. Туған күндерің құтты болсын. Туған күндерің құтты болсын, сиырларың сүтті болсын дейміз. Туған күндерің құтты болсын. Сиырларың ғой, туған қалай сүтті болады, қосып. Ал енді подаркымыз қойнымызда. Мойнымызда. Мойнымызда. Нағыз сыйлық міне мында. Не бар оның ішінде, не бар оның ішінде? Мынаның ішінде жолдан қалған икра, сосын балық, сосын атыраулық режиссер Тимур Бекмамбетовтың түсірген фильмі «Жау жүрек, мың бала» фильмі бар. Міне сыйлық. Арман, менің білуімше ол фильмді біздің қарағандылық Ақан Сатаев түсірген. Иә. Есаға туған күн құтты болсын. Мен де құрғалы келген жоқым. Жайдарманның да үйі болсын деп арнайы үй сыйлаймын. Құлады. Есаға айбет қарағандылық қой. Шапқан сайын жүрегі ай, ақ сәулем, мен де сені, сен де мені. Ассалаумағалейкум Есен аға. Сізге Ақтөбеден туған жердің топырағын алып келдік. Бір КамАЗ. Мына бала мазохист. Ой, камазист. Қайда төгсін? Бар туып кел. Менің ролім жау жүрек мың баладағы Ерлан Малаевтың ролінен де аз болды ғой. Деп туған жердің топырағын сатып жүрме. Мен жер комитетінен емеспін. Қандай мәдениетті бала, қандай мәдениетті бала. Мәдениет туралы әңгіме қозғап қалды ғой. Мәдениетті адамдардың қатысуынсыз мәдениет емес. Көрсетшіған мәдениеттілігіңізді. Түсіндім. Көрсетші кәне мәдениетіңізді. 4 ауыз сөз ғой. Ассалаумағалейкум Есен аға. Айып етпейсіздер астаналықтар. Бізден Алматыдан Астанаға келгендердің барлығы президенттердің қолын ұстағысы келіп тұрады. Залда тағы президенттер бар ма? Бұл біздің қала. Ал енді жігіттер, өзіміздің мәдени үрдісімізден бүгінгі кешімізге әкелген сыйлығымызды тарту етейік. Сен кеше дайындаған сыйлығын бермекшісің ба? Иә. Ол сыйлық онша емес, Хамид. Біз Мереке екеуміз күшті сыйлық дайындап қойдық. Мереке, бар сыйлығын бер. Мен пойызда жоғалтып алдым ғой. Бер, Хамид өзің. Бұл біздің қала. Ал енді Есен аға, мынау бір киім мата, таза, шыт. Құдай қаласа жаз айында күн ыстық болады деп арнайы шытынан әкелдік. Үстіңізде көйлек қып тігіп алыңыз, артылып жатса жақсылап шорти тігіп алыңыз, ертең қыдырғанда кез. Ай жігіттер, бергендер суретке түсіп алайық. Сыйлығымызды беріп жатқан бетіне басып көрсетеміз ертең. Қан? Ай өз айналдырған жаңғыз рөл, оны біреуге берген емес, өзің түсір. Қан? Ай бәрекелді, кеттік. Амеке мына суретін істейін. Көшіре сал, не қыласың? Ал енді жігіттер, барлықтарың жиналсаңдар, көрермендер күтіп қалды, жақсылап тұрып, әзілмен жылу сыйлайық бір. Жылу туралы кім айтып жатыр? Мына бізге үкімет жылу береміз деп бермей, мына бидің арқасында жылынып жүрміз, я жігіттер. 1, 2, 3, 4. You know what I'm waiting for. Міне біз осылай билемесек тоңып қаламыз. Ана жолымна бала қатты билеп қойып, аяғында күй кетті. Айтпақшы жігіттер, жаурық қолымға бір жуынатын бір зат бар ма, бір зат? Зат дейсің? Жуынатын бір зат бар ма деймін? Дәулет, зат дейді анау? Бір зат. Сен мүмкін мына шикізат туралы айтып тұрған шығарсың. Әлде тір заттар туралы айтып тұрсың. Аспанға қараймын жол. Ал енді жігіттер, жамырай бергеніміз зият болады. Барлығымыз жиналсақ бері тартылып тұрыңдар бастайық. Теңізде Неғып тартыл деп бетке басып айта бересің? Я тартылып кетті, Арал теңіз тартылып кетті. Не істейміз енді басқа одан? Не істейміз шынында Арал теңіз тартылып кеткен көп болды. Жарар. Өткен күн оралар ма? Қару керек бауырым саған алға. Тоқтай. Ассалаумағалейкум, Квен аға.
Квендерің құтты болсын, туған күндерің құтты болсын. Естіп жатырмыз әйтеуір. Туған күн дей ме, тартылып жатырмыз ғой ауыл жақтан келіп. Не деймін, бақыт тілеймін, ауырмаңдар, жасай беріңдер. Біз бірақ құралақан келген жоқпыз Аралдан. Бұл жолы сыйлық алып келдік қой, кәдімгідей. Міне, мынау Аралдан ұшқан аққулар. Қазақта сөз бар, аққуды атпа, досың сатпа деген. Біз аққуды атқан жоқпыз конкретно. Ұстап алып, ол ұшып кетті. Қалғаны осы. Некеңіз, құсыңыз құтты болсын Есен аға. Теңізде туып, теңізде өскен, теңізді сүйген жастар. Болдық па жиналып болсақ араларыңда бір Нұр Отаннан бар ма бастайтын? Нұрдан бар, Нұрдан. Нұр? Ең басты сол 3 әріп қосо баста. Мына жігіт бастап берсін. Не үшін? Енді бұлар сондай да өздері бастайды, біз істейміз. Тоқтатыңдар. Біз қаншамыз? Аралдан 4-еу, Ұстаудан 4-еу, Семейден 15, Оралдан 10-ау, Қарағандыдан 1-еу, Ақтөбеден 2-еу, Атыраудан 1-еу, Астанадан 5-еу, Алматыдан 4-еу. Алтайдан 4 қыз, 2 батыр ауырып батыр, справкасына кеп береміз я. Барлығымыз 30-ақпыз. Жоқ, біз 1000-біз. Сенің, мына менің, мына барлығымыздың жүрегімізде мына отқан халықты әзілмен бауырайтындай құдіреттерің бар. Аттан жоғарғы лига! Ятсызға аяған жүріс байды деген. Ендеше көрейік ауылдағы екі иттің махаббаты. Ажыратпа, камераға түсіріп. Let's go! Ажыратпа! Қызылорданың қыздарымен жүрсең, күріш жейсің. Алматының қыздарымен жүрсең, алма жейсің. Ал Астананың қыздарымен жүрсең, таяқ жейсің. Олай болса көрейік, іші тар, бір-бірін көре алмайтын қыздардың төбелесі. Не о, подружка? Көрсет, қорықпа сен, түсіндің ба? Көзіне қара туралар ғой, қуақыт жер көзімен бар ғой. Септа, подружка, септа. Қорықпа, бірінші баста өзің бар. көрсет, қорықпа. Қорықпа. Степта өзіндікі кім? Подружка. Бар, артынан бар. Степта докатсыз. Қорықпа, ештеңе қылмайды. Соңына дейін степта өзің, степта. Ой, Көрсет. Не ал деп тұрсың сен? Не ал деп тұрсың? Не? Не степта дейсің мен? Ондай Ештеңе қан жоқ. Не ал дейсің? Ондай қыз емеспін мен. Қорықпа, өзің. Küçük. İyi kızım anladıysan. İyi küçüküm. Қорықпа, көрсет өзіңді, көрсет. Қорықпа. Сонымен Астана қаласының таксистері. Такси. Такси. Ассалаумағалейкум. Қанша тұрға? 500 теңге. 400 дос. 400 көрі. 300 теңге. 200. 100 теңге. Кегін. Үстіне 50 теңге қосып беремін. Мен мәшінен кілті саған. Өзің барса сен. Мәшінен тұр. Бара бер өзің. Айда. Берге бер, 25 мамыр соңғы қоңырау мектепте бітірген балалар.
жарадыңдар міне. Риза болып жатыр сендер. Қатты риза болдық. Мектепте бітірдіңдер әйтеуір. Бүгін 23 мамырда мектеп бітіріп жатсыңдар. Оған қатты риза болып жатыр. Бәрі рахмет айтып жатыр. Анау шетте тұрған бітіре алмайды деп еді ғой, білесіңдер ма? Осыдан ештеңе шықпайды деп бәрі. Бүйтіп көзіне шұқып айтып кетті. Осы адам болмайды деді мынау. Осы бітіре алмайды деді ертең. Бірақ бітірді. Қатты риза болып жатыр саған. Рахмет айтып жатыр. Ертең сағат 9-дан қалмай жаман киімдеріңді алып осы жерге келіңдер. Біз қаққа барамыз? Ана аурухананы бітіру керек болып жатыр. Болды. Аман болса басың, тағы шығар шашың. Шаш таразда болған жағдай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кеше сізден шаш алдырып едім мен. Иә, таныттым ғой. Соны байқамай қайшыңызды алып кеттім, апай. Қайшы? Одан кейін тарақ. Байқамай алып кеттім. Тарақ? Су шашатын. Сіздікі ма? Байқамай алып. Менікі ғой, менікі. Одан кейін ренжімеңіз, ұялы телефоныңызды алып кеттім, байқамай. Әйтеуір жоқ мынау. Одан кейін әмиян айнаның алдында тұрды. Алып кеттім, байқамай алып кеттім. Рахмет саған, мынау қандай жақсы балам. Жақсы балам. Бәрін қайтып алып келдім. Тәтемен бәрін алып келдім ғой, заявлениеңізді алып кетіңізші. Сақтаса сақ боларсың дейді атам қазақ. Ендеше көрейік екі мафиозниктердің кездесуі. Әкелдіңдер ма? Әкелдік, сендер әкелдіңдер ма? Әкелдік, көрсетіңдер. Сендер бірінші көрсетіңдер. Онда мен көрсетейін. Класс, просто супер, прелесть! Сендер көрсетіңдер. Қайт. Не мынау? Не масқара мыналар? Сендер болмайды мынау. Сендер мыналармен ана жоғардағылар ұта алмайсыңдар сендер. Дым дайындықтарың жоқ, мына әзілдерімізді ұтамыз деп түсіндер ма? Кеше мен ана шалдардың дайындығында болған. Барлығы келген ана шалдардың. Түгел жиналған. Ана кім бастап ішінде ана өрі? Кім еді анау? Дәрігер ма ана очки тағатын кім еді? Дәнекер келіпті. Дайындалып жатыр кеше. Қасында кім бар ана өрі? Кім еді анау? Борат па? Кім еді анау? Толықтау келген. Марат шығар. Мараты бар. Анау жүр ішінде ана өрі? Кім еді ана? Ну погоди, ма мультфильм ба? Кішкентай балдар қарайтын. Ералаш жүр ішінде. Сендер жүрсіңдер мына жақта дайындалмай. Анау кім жүр?